Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді дайындалатын пеште пісетін пирожкидің рецептісін ұсынамын. Бұл рецепті қолданып жүргеніме 5 жыл болды. Сіздер де осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздермен бірге несібелі. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге керекті ұнымызға 1 ас қасық дрожжымызды қосамыз және де жылы сүтімізді қосамыз. Жылы суымызға тұзымызды араластырып, оны да қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Ең соңында қамырымызға 1 ас қасық сұйық май қосып, ары қарай қамырымызды жақсылап жұмсақ қылып илеп қоямыз. Бетін пищевой пленкамен 1 сағатқа көтерілгенше қамырымызды қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Оны бірнеше бөліктерге бөліп 15-20 минутқа тағы да тындырып қоямын. Пирожкидің салмасына капуста мен сәбізімді жақсылап қуырып алып, дәміне қарай тұзымды, бұрышымды салдым. Енді пирожкимізді дайындауға кірісеміз. Бүгін сенің барына, бүгін ертең болсын менің жанымда. Сан сенем, сезімімді сен жасырма. Армандап тіледім мен сені бүгін тағы да. Көкті түн көмек бермеді, сенің күлкіңді тек емдеді. Қамырымыздың бетіне 1 ғана жұмыртқаны жағып, араластырып, бетіне жағамыз. 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Пирожкилерім духовкада көтеріліп, әдемі болып қызарып, пісіп жатыр. Достар, менің каналыма тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған несібелі ас болсын. Егер де менің рецептіммен жасасаңыздар, астына мені белгілеп кетіңіздер. Сау болыңыздар.